Оңтүстік Қазақстан облысында студент қызды азаптап өлтірген таксист 16 жылға сотталды. 26 жастағы Әлішер Арғынбаев жазасын қатаң режимдегі түзеу колониясында өтейтін болады. Оған кісі өлтіргені және оның ұялы телефонмен ақшасын жымқырғаны үшін осынша мерзім кесіліп отыр. Сотталушы сонымен қоса жәбірленушінің отбасына 3 миллион теңге моральдық шығын төлеуге міндеттелді. Бірақ марқұмның ата-анасы 16 жыл тымаз дейді. Олар таксист 25 жыл арқалау тиіс еді деп санайды. Алайда айыпталушының өзі тергеу кезінде берген жауаптарынан тайқып, сотта қылмысын мойындамапты. Айтуынша, айғақ ретінде табылған қыздың телефонын оған 3 жолаушы жігіт жолақы ретінде қалдырған. Сотталушының туыстары апелляциялық шағым түсіруге бел буып отыр. Бірақ соттың бірнеше дәлелі бар. Сотталған тұлға ұсталғаннан кейін оның Opel Vectra маркалы телефон, маркалы автокөлік толық зерттелген. Сол қарау барысында қандақтар анықталды сол автокөліктің ішінде. Сол биологиялық сараптаманың қорытындысына сай бұл қандақтар жәбірленушіге тиесілі екені анықталды. Еске салайық, 18 жастағы Әйгерім Оспанбекова 10 мамыр күні Сарыағаштан Шымкентке оқуына келе жатқан жолда хабарсыз кеткен болатын. Оның денесі тек 2 аптадан соң Сарыағаш ауданындағы Бағыс ауылы маңына көмілген жерінен табылды. Сот сараптамалық тексеру кезінде оның кеуде тұсынан 8 рет бұрағышпен жасалған соққыдан көз жұмғаны белгілі болды.